Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өлшемді қалай айыру жайында кішкене мәлімет айтып өткім келеді. Ең бірінші өлшем бұл бізде охват талия. Оны біз белгілегенде О, Т деп белгілейміз, яғни кеуде айналымы. Ол кеуденің ең шығыңқы тұсынан арқаны айналдыра отырып өлшенетін өлшем. Келесі өлшем центр груди. Мына жерде бір А деп белгіленіп тұр. Бұл менің кеуденің ең шығыңқы нүктелерінің ара қашықтығы. Келесі айналым охват талия, яғни белдің айналымы. Белге қолды таяна отырып, сол таянған жерде белімізді ұстаймыз, сол жердегі резинка байлап, сол жерді айналдыра өлшегендегі өлшем. Оны белгілегенде охват талия деп белгілейміз. Келесі өлшем үшінші охват бедер. Оба деп белгілейміз. Ол бөксенің ең шығыңқы нүктесін айналдыра өлшегендегі өлшем болып табылады. Және эффект галифе деп атайды, яғни мына жерлері шығыңқы болатын фигураларда осы 3 пен 3А-ны екеуін өлшей отырып, қайсысы үлкен, соны өлшем охват бедердің өлшемі ретінде алады. Келесі өлшем, төртінші өлшем ТБ деп аталады. Ол тали бедро деген сөз, яғни тали мен бедроның ара қашықтығы дейді. Осы жаннан талияға байланған жіптен, яғни белге байланған жіптен бедроның шығыңқы жеріне дейінгі ара қашықтықты өлшей отырып, өлшеп алатын өлшемді айтамыз. Келесі мынау бесінші высота груди. ВГ деп белгілейміз. Высота груди ол мойынның біткен жерінен кеуденің ұшына дейінгі ара қашықтықты айтамыз. Келесі алтыншы өлшем длина талии по переду деп аталады. Ол мойынның біткен ұшынан кеуденің шығыңқы жерінен өте отырып, талиеге дейінгі ара қашықтық. Длина талии по переду ТТП деп жазылады. Келесі жетінші өлшеміміз ол мойынның айналымы. Мойынға сантиметрлік лентаны сала отырып, бір бармақтың орны қалатындай етіп айналдыра өлшейміз. Бұл мойын охват шеи деп мойын айналымы. Келесі сегізінші мынау артқы жақтан длина талии по спинке деп аталады, яғни арқаның мынау недегі омыртқа бойынша ұзындығы, белге дейінгі ұзындығы мынау 8-ші мойын омыртқадан белге байланған резинкаға дейінгі ара қашықтық. Длина талии по спинке 1 деп белгілейік бұны. Келесі 9-ші өлшем мынау мойынның біткен жерінен талияға дейінгі лопатка бойынша, яғни жауырын бойынша өтетін ара қашықтықты айтамыз. Оны ДТС2 деп белгілейміз. Бұл мойынның биіктігін шығарған кезде керек болады арқа бойынша. Келесі 10-ші өлшем высота плеча касая дейді, яғни мына иықтың бұрылу градусын анықтауға керек болатын өлшем. Ол омыртқаның мен белге байланған жіптің қиылысқан жерінен иықтың ең ұшына дейінгі ара қашықтық. Высота плеча касая по спинке деп аталады. Яғни иықтың бұрылу градусын, біреуінің иықтары былай түзу болады, біреуінікі былай болады, біреулердікі мүлдем былай кететін болады. Сонда мынау иықтың градусын анықтауға керекті өлшем. Келесі 11-ші өлшем, яғни алдыңғы бойынша высота переда касая деп аталады. Яғни мынау кіндіктің кішкене үстінен мынау иықтың біткен жеріне дейінгі ара қашықтық центр груди, яғни кеуденің ортасымен өтетінгі өлшем. Жаңа мен айтқаны высота плеча касая деген ол артқы жағы екен. Бұл бізде 10-ші өлшем, мынау бізде 11-ші өлшем. Высота плеча касая переда, яғни мына өлшем. 12-ші өлшем ширина спины, яғни мына қолдықтың екі астынан жауырынның ортасын өте отырып өзіміздегі өлшемді ширина спины деп атаймыз, яғни арқа кеңдігі. Ширина спины ол бізде 12-ші. 13-ші бұл бізде глубина проймы. Оны қолдың астына қағаз қоя отырып, қағазды қолға қыстырып, арқаға былай түсіреміз, яғни мойынға былай параллельно сөйтеміз де мынау 8-ші мойын омыртқа мен қағаздың ара қашықтығы ол бізде глубина проймы деген өлшемді береді. Келесі өлшем 14-ші ширина проймы деп аталады. Ол мына қолдың астына қағазды тақап қойып, сол қағазда екі белгіні екі жағынан белгілеп алып, сол екі жағынан белгілеген жердің ара қашықтығы
ширина пройме деп аталады. Оны ширина пройме деп осылай белгілейміз. 14-ші өлшем. 15-ші өлшем бізде иықтың ұзындығы, яғни мойынның біткен жерінен қолдың басталған жеріне дейінгі ара қашықтық. Яғни ол длина плеча деп аталады. Длина плеча. Келесі 16-шы қолдың ұзындығы, яғни қолдың басталған жерінен білекке дейінгі ара қашықтық длина рук деп аталады. Длина рук деп аталады. Келесі 17-ші өлшем охват рук деп атады. Охват рук деп аталады. Оны оры деп белгілейміз. Ол бізде 17-ші өлшем болады. Яғни ол қолдың ең толық жерін алып өлшенеді. 18-ші өлшем білектің айналымы. Охват кисти. Телефон кітаптарының дұрыс жазылмай жатыр. Охват кисти деп аталады. Солай белгілейміз. Келесі 19-шы длина изделия деп аталады. Яғни үстіңгі киім ұзындығы мойын омыртқаның 8-ші мойын омыртқадан бөксе айналымына дейінгі ұзындық алынады. Қалған ұзындыққа дейін. Ал астыңғы шалбардың ұзындығы белден керекті ұзындыққа дейінгі алынатын өлшем. Міне осымен бізге керекті өлшемдердің жайында толық мәлімет берілді.